Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Номер 89-шы IT мектеп-лицейдің қазақ тілі бірлестігі ұстаз оқса ұлт оқиды жобасы негізінде Смағұл Елубайдың Ақбоз үй шығармасын бірге оқып талдап шықтық. Яғни бұл шығармада қазақ халқының басынан өткен 1931-1933 жылдар аралығындағы ашаршылық кезең баяндалады. Әңгіме не жайында, кім жайында? Біріншіден, бұрын болмаған, айтылмаған, көрінбеген кейіпкерлерге жолықтық. Екіншіден, бұрын мүлде атаусыз қара аспан заман, қатал кезең 20-30 жылдар трагедиясын көрдік. Автордың бұл шығармасы дәстүрлі романдағыдай екі ғашықтың махаббатына емес, сол кезеңдегі кедей кембағал жарлы жалғыбайға теңдік алып берем деген жаңа өкіметтің саясаты еді. Мазасыз жаз айт мерекесімен басталады. Әдетте айт мерекесінде адамдар керемет көңіл күйде болып, бірін-біріне қуаныш сезімін сыйлап, ақ дастархан жайып, жақсы керемет көңіл күйде болады. Бірақ бұл шығармада адамдардың ішкі сезімі, мазасыздығы байқалады. Ауыл бөлімі Ақбоз үй романының ең әсерлі эпизодтарының бірі. Бұл тарауда ауыл тұрғындарының қуғын сүргін мен ашаршылықтан үдере қашуы суреттеледі. Бірақ ол адамдардың қашуы құтылу емес, үрей мен үміттің арасы болатын. Жаңа өмір бөлімінде кеңестік биліктің орнауы, қазақ ауылындағы тұрғындардың тұрмыс тіршілігі бейнеленеді. Елдің бұрынғы салт дәстүрінен айырылып, сол кезеңдегі қиын тауқымет пен тіршіліктің қиындығы тұрғындардың күресі басталады. Дүрбелең бөлімінде автор қазақ даласында кең етек алған үрей мен қорқыныш жағдайын бейнелейді. Ұжымдастыру науқаны кезінде халықтың тыныштығы бұзылып, әбден абдырап қалады. Халықтың ішкі мазасыздығы, бір-біріне сенуден қалуы, халық арасындағы өсек пен әңгіменің көбеюі, ұжымдастыру науқанында зорлық-зомбылықтың, мал дүниесінің басқыншылықпен тартып алынуы бейнеленеді. Автор бұл бөлімде халықтың тек сыртқы жағдайындағы дүрбелең емес, адамдардың ішіндегі, халықтың ішіндегі мазасыздықты, жай-күйін, тыныштығын бұзылғанын бейнелейді. Жобалаң бөлімінде қазақ даласына келген конфескелеу саясаты жайлы айтылады. Яғни бұл бөлімде шығарманың негізгі кейіпкері Пахридиннің қызы Хансұлуға бір уыс алтын тастап кеткені ол екі жастың ойранына айналады. Яғни бұл жерде конфескелеу саясатына саясатымен орыстар сол отбасын тексеріп келген кезде Хансұлудың сандығынан сол бір уыс алтын шығып, ақыр аяғында сол отбасының ойранын шығарады. Ақбоз үй романының соңы трагедиямен аяқталады. Нақтылап айтқанда, ашаршылық пен зорлық-зомбылықтың салдарынан бүкіл бір әулет қирайды. Адамдар туған жерінен, дәстүрлі өмірінен айырылады. Ақбоз үй еркін көшпелі өмірдің ұлттық болмысының символы ретінде жойылады. Қысқасы шығарма бақытты аяқталмайды. 1930 жылдың ашаршылықтың кесірінен қазақ халқына әкелген орны толмас қасірет болып аяқталады. Құрметті әріптестер, Смағұл Елубайдың Ақбоз үй шығармасы оқырманға не береді? Қазақ халқының басынан өткен тарихты шығармадан көре отырып, Пахридиннің тағдырын меңгере отырып, қазіргі тәуелсіздіктің, бейбітшіліктің, еркіндіктің, тоқшылықтың қадіріне жете білу. Құрметті әріптестер, біз осы челленджді номер 89-шы IT мектеп-лицейінің орыс тілі бірлестігіне жолдаймыз.